Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне осындай керемет шишка печеньесін дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және де қарапайым заттардан ғана тұрады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі қант ұнтағын саламыз және де шым-шым тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майымызды құямыз және де бір дана жұмыртқамызды салып, бір келкі болғанша тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді какао қосамыз. 2 немесе 3 ас қасықтай қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қыздар, егер де сіздер какао ұнатпасаңыздар, оның орнына кәдімгі ұн қоссаңыздар болады. Міне қыздар, какаомызды жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхитель және де ванилин қосып араластырамыз және де алдыңғы массамызға осы ұнымыздың жарты бөлігін салып, кәдімгі қамыр илейтін боламыз. Міне ұнымыздың екінші бөлігін қосып, лопаткамен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса болып шығады. Енді қолымызбен тексеріп көреміз. Қолымызға жабысатын болса, шамалы ұн қосып, тағы да араластырамыз. Енді қолымызбен кәдімгідей қамырымызды илеміз. Көп ұн қоспаңыздар. Ұн көбірек қосатын болсаңыздар, печеньелеріңіз қатты болып қалады. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осыны жақсылап домалақ формаға келтіріп, салафанға орап, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз холодильникте жарты сағаттай тұрды, өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Енді осыны 2 бөлікке бөліп, бірдей теңдей етіп, 12 немесе 15 бөлікке бөліп аламыз. Енді осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі құрт жасаған сияқты қолымызбен кәдімгі өлшеп аламыз. Енді осындай сопақша формаға келтіріп, пышақтың көмегімен осындай жолақтар жүргізіп шығамыз. Мен осындайдан 6 жолақ жүргіздім. Енді екінші жағына тағы да 6 жолақ жүргіземін. Сол кезде бірдей болып әдемі болып шығады. Міне қарасаңыздар, қыздар, өте оңай жасалады. Ешқандай да кәдімгі форманы қажет етпейді. Осылай қолымызбен оп-оңай жасап шығамыз. Келесі қалған бөліктерінде дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жасап шығамыз. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне үйдегі жақындарыңызға, кішкентай балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Оларға ұнайды деген ойдамын. Мінекей қыздар, барлығын жасап болғаннан кейін формаға араларын ашып орналастырамыз. Осы қамырдан менде 12 дана печенье шықты. Енді алдын ала қызып тұрған 200 градуста пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің печеньелеріміз толықтай пісіп шықты. Міне қарасаңыздар, кәдімгі шишкаға ұқсайды. Міне барлығы бір келкі әдемі болып пісіп шықты.
Енді шишка печеньесін осылай қиғашынан ұстап, бетіне қант ұнтағын себеміз. Осылай қиғаш ұстап сепсеңіздер, өте әдемі болып шығады. Міне барлығына осылай қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Сол кезде бір кәдімгі қар секілді болып тұрады. Міне қыздар, біздің шишка печеньеміз дайын болды. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне қыздар, ортасы осындай болып шықты. Дәмі де өте керемет болып шықты. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген осындай ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Барынша сіздерге пайдалы болғым келеді. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.